Мереке құтты болсын, құрметті көрермен. Конституция күніне орай ұлттық арна жаңалықтар қызметінің көшпелі студиясы тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Біздің меншікті тілшілеріміз өңірлерде мерекелік іс-шаралар туралы баяндайды. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Еліміздегі ең ұзын конституция. Оңтүстік Қазақстан облысы Кентау қаласының тұрғындары ата заңды 200 метрлік қағазға басып шығарды. Идея авторы тарих пәнінің мұғалімі Тұрар Мәдениетұлы мереке күні қала тұрғындарына осындай тамаша тарту жасады. Оңтүстік өңірдегі мерекелік шаралар жайында тілшіміз Айнұр Ақпаева тарқатады. Кентау қаласының тұрғыны Тұрар Омаров Гиннестің рекордтар кітабына енуі мүмкін. Ол қалыңдығы 80 сантиметр, ұзындығы 200 метр болатын конституция басып шығарды. Оны жасау үшін 300 ватман қағаз кеткен. Басып шығару үшін жарты күн, ал жинақтауға 10 күн қажет болыпты. Басты құжат қазақ және орыс тілінде жарық көрді. Оны біз елбасымыздың ақорда сайтынан алдық. Ешқандай қате болған жоқ. Оны біздің әділет басқармасымен кеңестік, сөйтіп жасадық. Оны әшейін басып шығарудың өзіне қағазға 12 сағат уақыт кетті. Мен ойлаймын, енді дүние жүзіндегі бұл бірінші сондай конституция болып шықты. Өйткені мен көп қызғам, осы интернетте, ғаламторда Гиннестер кітабының сол кезде бұндай жерде болмағандығына көзім жетті. Кентаулық ұстаз енді ата заңның 20 жылдығына орай басты құжатты 3 тілде шығаруды жоспарлап отыр. Ұзындығын 300 метрге жеткізсем дейді. Сонымен қатар ұлық мереке